Мерекені ерекше жақсы көреді екен. Жаңа жыл. Жаңа жылды негізі кіммен қарсы аласыз жылда? Жылда отбасыммен. Ең бірінші отбасыммен, сосын отбасыма қарсы алып болғаннан кейін андай отбасым туған туыстар құттықтап алып кетеді ғой. Сол моменттерде достарыммен кетемін. Әжеңіз, анаңыз, е? Ол үшін сіз сол жаққа барасыз, е? Әлде олар келе ме? Осы жылы бірінші өзім Алматыда қалайын деп тұрмын. Сол үшін Айбекті алып Атырауға барамыз. Мәссаған, сондай жоспарларыңыз бар. Не деген керемет жоспар. Одан кейін мүмкін біз еститін шығармыз тойдың күні нақты қашан екен, е? Сосын тағы қай мерекені күтесіз? Болған сияқты. Болды ма? Қатты ерекше күтетін жаңа жылға келесіз. Жаңа жылда Айбекке сыйлық сыйлаңызшы. Иә, сыйлаймын. Өйткені неге айтайын ба? Басқа мерекелерді күтпейін, туған күнімде ғана сыйлық аламын деп ренжіп отыр. Достар, ассалаумалейкум. Эфирден кейін шығып, тамақ ішуге келдік. Негізі бір қотыным екенбіз. Осындай керемет жер, облакаға. Айди амбассадор болғанбыз. Так что, бұл жерден тамақтары, атмосферасы, масқара әдемі. Іші мынандай новогодный болып тұр. Ассалаумалейкум бәріне, қайырлы күн достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай. Бүгін эфирдеміз. Бүгін дегенде енді пока күнде эфирде боламыз десем болады. Солай, жаңа жылға дайындықтарыңыз қалай? Осы жылы бір жаңа жыл кәдімгідей күтілуде десем де болады.